Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге бұл мен Санчо. Мен перекуп жолы сериясының екінші сериясына қош келдіңіздер. Ал енді біз көп сөйлемей видеоны бастаймыз. Видео басталса біз мына жерде сим-карта сатып алатын боламыз. Короче, осында 30 16 59 04 91 30 дейтін сим-картаны біз 1 миллион рубльге алатын боламыз. Стоит не стоит жазып кетесіңдер комментарияға. Ал енді мен 1 миллион рубльге видео басталасып алатын боламыз. Так, мені 1 миллион қойдық. Ана 3 сим-картасы тұр. И мені так все болды. Бізде 3 сим-карта бар енді плюс. Короче, жаңа 3 сим-картаны стойтын ұстап, рискі бізде не болып қалды? Ақшамыз қарасаңдар 0 рубль болып тұр. Ал сол үшін біз армияға кіріп ерінбей пақат ететін болды. Өздеріңіз көргендей жаңадан бері пакет еттім. Ал енді міне бам жарыс кейс келді. Бізде ашатын боламыз.
О, как раз бізге экспі керек, 10 экспі түсіп кетті. И біз бұл экспіні алатын болсақ, біз уже 5-ші уровеньге көтерілетін боламыз. И біз 5-ші уровеньнен кейін М6 жасауға болады дейді ғой, короче. И так, тағы да бір бізде бомжарс кейс бар, соны ашып жібереміз. Так. И міне, так, кәні. Бір осыдан машина түсіп кетсе әдем болды, че, так. Давай, машина. Ой, красавчик, хотя бы 100 рубльге қосқа тастап жіберетін боламыз. И бұл бізге әдем түсі, так. Дәл осы жерде тастай салайық, біз андайға барып уақыт созып жүрдің қажет жоқ, так. Так, біздің уровень бізде, так, 5-ші уровень болдық. Ебать, ойынға кіріп қалсам обновление болыпты. И обновлениеде бізге шыққан мынандай кейстер шықты. Еба бізге 10 рубль, и сосын 50 рубль, и бір кейс бомжарс кейс береді, и авто кейс береді, анау деген сияқты, короче. Мына жерде 4 кейс тұр екен, короче, конкретно біз бұларды алып аламыз ғой, короче, так. Осыны алайық, так, мына жерде 33 рубль екен. И так резко кейс ашатын жерге кеттік. Давай, босай. Ей, сетіме не болды, так. Айналып қалған не сен, сетім слабый болып отырмын, так. Босай. Міне ашты. И біз резко андай кейстерді ашпай жатып, бомжарс кейс ашып жүрек. Бір, может, экспі бол машинама түсіп кетсе дем болар еді. Десем, мынау нен, вообще, силвер дейтін қосқа тастаймын, вообще. Так. О, міне наяқтар кейс бар екен андай. Билет дей ма, сонда екен, так. И бізде, так, охо, еба. Машиналерді сонда мен аламын не қазір. Маған қандай машина түсіп кетсе екен, ебать, мына машина. Потолокқа, ебать, мына машина, так. Ебать, мына машина, мынандай машиналар бар екен, так. Резко ойламай, давай. Тактикамызды жасаймыз, давай. Сары. Давай. Ой, қандай машина, нормально. Тоқта, 24 сағат дей ма? Ой, 24 сағат несін? Мұндай басты кейінерге ашамын. 24 сағат дейді ғой, чіктер. Болмайды, қарсыныш. 24 сағат деп тұр ғой, мен бұларды беріп қосқа тастайма деп ойлап тұрсам. Ой, бұл болмайтын кейсеге, ондай болса. Ашудың қажет жоқ, оны ұрды. Немен онша емес. Еще машиналары нормально, бірақ. Бәсен ақ бейті қымат машина десем, кеттік ал билетке. Давай, не түседі екен. Так, ебать, сарыға кетемін. Ебать, нахуй, сары. Ебать, 30 билет берді осы резко. Потолок, так, ашатын болсақ. Так, бұдан бізге жасыл. И бізде бір үштік. Ебать, ашын біз 33 түсіріп алдық па, сонда жаңа потолок, оны. Короче, армияны істей бердім, короче, мына жерде мен так 3-ші ранг болдым, уже сержант болғасын, короче. Бізде 6000 рубльмен бір еждені кейс берді, так біз так ревардта бізде 5 XP бар еді, соны алып жерекші, так 6-ші уровеньге зато ертерек жететін боламыз, да. Так ревард, так, міне 5 XP болды, аламыз. Билеттермен не істеу болады, соны айтып жіберсеңдер, бір комментарий жазып жіберсеңдер. Бұны әлі білмедім, сол билетпен не істеу керек екенше. Короче, наяқтан резко жерден 12-сін жинап тастадым, и біз 10-ына 50 рубль алдық. И все, біз 50 рубль алдық та, бізде 145 рубль бар. Міне дегенше біз мына жерде өзіміздің сим картамыз бар емес па ше. Соны сатайын деп жатыр. Мені 200 рубль и андай сим карта қосып береді үстіне маған. Короче, сим карта алып 200 рубль доплата беріп отыр. И смело деді. И оң алдында да бір сим картам бар еді, оны да сатып жібердім 300 рубльге. Оны видео түсіруді ұмытып кеттім. Ал енді мынаны сатып жатырмын біз. Да дейміз, все дейді, бізге да дейміз. 200 рубль. Обмен давай, обмен бас, жігіт, давай. И все, біздің қолымызда 500 рубль бар, примерно. Ал енді міне біз видеоның соңына келдік. Бұл видеода біз перекуп жасаған жоқпыз. Әшейін андай жүріп, пахать етіп сөйттік. Ал енді видео ұнады деп ойлаймын. Арнаға тіркеп лайк басып кетейік. 3-ші видео тез шыққанын қаласаңдар, осы видеоға 20 лайк басып кетсеңдер, и мен тез салам. А то 1-2 күннен кейін салатын болам. Ал енді давайте.